Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен жұп-жұмсақ болып шығатын нанның рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Алдымен жылы суға тұз және де қантымызды салып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Енді нан ашытатын ыдысымызға осы суымызды құямыз, ерітілген сары май құямыз және де ашытқымызды, яғни дрожжи салып, жақсылап араластырып, ұн салып, қамыр илейміз. Қамырымыз тым қатты не тым жұмсақ болмауы керек. Енді қамырымыз көтерілгенше 1-2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін сәл ұн сеуіп 4 бөлікке бөліп аламыз. Әр қайсысын дөңгелектеп формамызға қойып шығамыз және де бетін жауып, шамамен 15-20 минутқа қалдырамыз. Нанымыз тым қалың болып піспес үшін ортасын осылай басып шықсаңыздар болады. Минут өткен соң ортасын тағы да басып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып және де күнжіт мак сепсеңіздер де болады. Енді міндетті түрде қызып тұрған духовкаға шамамен 20-25 минутқа саламыз. Біздің нанымыз өте жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Дүкеннен сатып алмай, осылай жасап көріңіздер. Нан пісірудің тағы да басқаша рецепттері бар, оны алдағы уақытта салатын боламын.